Отчанство, через привет. Қайырлы күн, бүгінгі жиынға қатысушылар, бүгінгі өткізіліп отырған жиналыс Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 2023 жылғы 27 қазандағы номер 294 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Ең алдымен қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен хатшысын сайласақ. Қоғамдық тыңдау өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде өзімді төраға ретінде ұсынамын. Бакирова Имендира Аманбекқызы. Хатшысы ретінде қатысушылар арасында кім хатшылыққа кімді сайлаймыз? Қатысушылар арасында. Мұндай болса, Спандар салтанатты. Мұндай болса, Спандар салтанатты сайласақ, қарсылықтарыңыз бар ма? Қол көтеріп дауыс беру. Онда бір ауыздан қол көтеріп сайлайық. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы қалдықтарды өңдеу учаскесі нормативтік құжаттамасы және жұмыс жобасына арналған Қызылорда Құмбел автожолының 175 шақырымындағы мұнай қалдықтарын уақытша сақтау және кәдеге жарату учаскесін қабылдауға жататын қалдық түрлерінің тізбесін кеңейтуге байланысты жаңғырту жобасы бойынша экологиялық рұқсат алу үшін тапсырыс беруші Экосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Енді кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентіне тоқтала кетсек, баяндама жасауға 10-15 минут, қосымша сөйлеймін деушілерге 3-5 минуттан беріледі. Баяндама аяқталғаннан кейін жоба бойынша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Осы регламентпен келіссеңіздер, қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі және регламенті бір ауыздан бекітіледі. Ендігі кезекте жоба бойынша баяндамашыға сөз кезегін беремін. Саламатсыздар ма, бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Бүгінгі қоғамдық тыңдауда қайта өңдеуге қабылданатын қалдықтардың түрлерінің тізбесін кеңейтуге байланысты Қызылорда Құмбел автотрассасының 175 километрінде орналасқан мұнай қалдықтарын уақытша сақтау және кәдеге жарату учаскесін жаңғырту жұмыс жобасына байланысты қоршаған ортаны қорғау бөлімі және де осы қалдықтарды қайта өңдеу учаскесінің нормативтік құжаттамасына байланысты өткізіліп отыр. Жалпы айтатын болсақ, оператор туралы айтып кететін болсақ, осы көзделіп отырған жұмыс жобасының операторы Экосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Оператордың негізгі өндірістік қызметі ол ластануды жою қызметі және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер болып табылады. Оператордың қазіргі таңда қарастырылып отырған объектісі ол мұнай қалдықтарын уақытша сақтау және кәдеге жарату учаскесінің кеңейтуі болып табылып отыр. Яғни осы қазіргі таңда осы операторда действующий, яғни қазіргі таңда жұмыс істеп отырған учаскесі бар, соны модернизациялау болып отыр. Алдымызда отырған презентацияда орналасқан жері көрсетілген. Ал енді осы жұмыс жобасының жалпы технологиясына келіп тоқтайтын болсақ, қарастырылып отырған учаскеміз ол қазіргі таңда жұмыс істеп отырған мұнай қалдықтарын қабылдау учаскесі болып табылады. Қазіргі кезде ол модернизациялау, яғни кеңейту жұмысы жүргізіліп жатыр, яғни түсетін қалдықтардың көлемі түрі қосымша түрлер қабылдай алатындай ангар және де контейнерлер және площадкалар қосымша салыну жұмыстары көзделіп отыр. Ангарда келіп түсетін қалдықтардың тізіміне байланысты осы ангар контейнерлерде бірінші қабылданып, сұрыпталып, ары қаратай өңдеуге немесе екінші ресурс ретінде жіберуге көзделіп отыр. Яғни келіп түсетін энергетикалық құрылғылар және де ластанған майлар, маймен ластанған шүберектер, химиялық реагенттермен ластанған таралар, емкістер, металлический және пластиковый емкістер,
аккумуляторлар уже жарамдылығы жеткен және де огарки сварочных электродов дәнекерлеу огаркилары қабылданатын болады. Келіп түсетін осы электр қондырғыларының барлығы жуылып тазаланып, екінші ресурс ретінде металлоломға жиналатын болады. Басқа да келген металлоломдарды осы учаскеге қабылдайды. Арнайы навеспен жабдықталған площадкаға сол келген қалдықтарды сұрыптап, екінші ресурстарды бөлек жинап қоятын болады. Және де осы ластанған химиялық реагенттермен ластанған емкостар, таралар пластикалық және металлический бөлінеді. Ол келіп түскен сұрыптар пластикалық тараларды, металлический тараларды жуып, шайып, ішіндегі емкосты пластик болса екіге бөліп престеп, екінші ресурс ретінде ағартып басқа организация өңдеуге жіберетін болады. Ал металлдық тараларды престеп, жуып шайғаннан кейін престеп, оны металлолом ретінде басқа да организацияға ағартып екінші ресурс ретінде таратылатын болады. Ал келіп түскен майланған промышленный ветошь, отработанный маслалардың барлығы жану термообработкаға ұшырайтын болады. Ал келіп түскен уже уақыты өткен аккумуляторлар және огаркилар, олар контейнерлерде арнау полкалары бар, яғни сөрелері бар контейнерлер сақталып, уақытша жинақталып, ары қаратай өңдеуге басқа организацияға жіберілетін болады. Жалпы осы көзделіп отырған жұмыстың атмосфералық қоршаған ортаға әсеріне келіп тоқтайтын болса, қарастырылып отырған объектіміз бірінші санатты қауіптілігі бойынша бірінші санатқа жатады, ал санитарлық-защитті зонасы бойынша бірінші санатты санитарлық класс опасностьқа жататын болады. Ал осы жобаның атмосфералық ауаға әсеріне келіп тоқтайтын болса, құрылыс барысында атмосфералық ауаға шығатын көзі уақытша көз ретінде шығады, яғни құрылыс жұмысы барысында жерді өңдеу, тегістеу және дәнекерлеу, бояу жұмыстары арқылы шығатын болады. Ол жұмыстардың барлығы уақытша әсер етеді және шекті мөлшерден аспайды. Жылдық құрылыс барысында атмосфералық ауаға шығатын мөлшері ол 6,122 тонна болып табылады. Ал осы жұмыс барысында эксплуатациясы кезінде әсеріне келіп тоқтайтын болса, эксплуатация кезінде бізде атмосфералық ауаға 6 ластаушы көзі шығатын болады, яғни ол ангардың вентиляциясы және контейнердің вентиляциясы болып табылады. Және де осы қалдықтарды жағу пешінен және қолданылатын насостардан түсетін ластаушы көздер. Жалпы атмосфералық ауаға эксплуатация барысында 15,1 тонна ластаушы көз шығатын болады. Осы көзделіп отырған жұмыстың су ресурстарының әсеріне келіп тоқтайтын болса, құрылыс барысында жерасты, жер беті суларына ешқандай әсер етпейді, қолданылмайтын болады. Және де келіп түзілетін жұмыс барысынан кейін құрылыс барысында сбростар дейді, рельефке ешқандай сброс көздері түсілмейтін болады. Эксплуатациясы барысында жерасты, жер беті суларына ешқандай әсер етпейді, және де сбростар сыртқа төгілмейтін болады. Себебі бұл уже существующий, қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған участок болғандықтан. Осы жұмыста көзделіп отырған жұмыстың қалдықтарына келіп тоқтайтын болсақ, құрылыс барысында түзілетін қалдықтар, ол тұрмыстық қатты қалдықтар, дәнекерлеу электр огарки сварочный лак бояу материалдарының сырттары және де осы майланған шүберектер құрылыс қалдықтары болып табылады. Осы құрылыс қалдықтарының барлығы құрылыс компаниясымен ағартай басқа да организацияға өңделуге жіберілетін болады және сол организацияның мойнында болып табылады. Эксплуатация барысында қалдықтарға келіп тоқтайтын болсақ, яғни бұл участок қалдықтарды өңдеуге арналғандықтан, осы келіп түсетін төңірегіне қабылдайтын қалдықтардың барлығын өңдеп, тазартып, екінші ресурс ретінде жинақтап ағартай жіберетін болады. Яғни ол жалпы алғанда
осы көзделген жұмыстан кейін кеңейтуден кейінгі қалдықтардың түрлерін келіп тоқтайтын болсақ, ол бұрғылау шламы, сұйық болып қалдықтары, мұнай шламы, пайдаланылған майлар, электр қондырғылар, минералды май шамдары және де майланған шүберектер, арнайы киімдер, майланған арнайы киімдер және май сүзгілері, қалдық батареялар, мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған топырақтар, ЛКМ дейді, ол жаңағы бояу ыдысты, сақтау мерзімінен өткен химиялық реагенттер жасалған сақталған металл ыдыс, химиялық реагенттер сақталған пластикалық ыдыс және дәнекерлеу электродтары болып табылады. Жалпы алғанда осы учаскенің жұмысы барысында, осы модернизациядан өткеннен кейін жалпы мөлшері 46.015 тонна қалдық қабылдай алатындай мөлшерде болады. Осы көзделіп отырған жұмыстың жануарлар және өсімдіктер әлеміне келіп тоқтайтын болсақ, құрылыс барысында жануар және өсімдік әлеміне ешқандай әсер етпейді. Себебі бұл жұмыс қазіргі таңда жұмыс істеп отырған существующий объектінің учаскесінде орналасқандықтан. Эксплуатация барысында да жануар және өсімдік әлеміне әсер етпейді. Әсер өте минималды болып табылады. Жер бетіне, яғни почвенный слой, ландшафт түрлеріне әсеріне келіп тоқтайтын болсақ, жаңағыдай учаскеміз уже қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған учаскеде орналасқандықтан әсер етуі өте минималды болып табылады. Сонымен қатар осы жұмыс жасалған кезде осы учаскенің 50%-іне дейінгі жерде көгалдандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Жалпы алған кезде осы участке көзделіп отырған жұмыстың төңірегінде 5 километр төңірегінде ешқандай су объектілері қарастырылмаған. Су объектілері, су қоймалары, басқа да жер асты сулары, жер беткі сулары жоқ болып табылады. Ең жақын жилой зонасы дейді, ол Тереңөзек ауылы болып табылады. Ең жақын әсер ету аймағы осы. Ал қашықтықта 15 километр қашықтықта ешқандай музей, санитарлық орындар және де тағы да басқа табиғи ескерткіштер, тарихи маңызды учаскелер, демалыс орындары, ешқандай орман алқаптары жоқ болып табылады. Жалпы осы жұмыс көзделіп отырған жұмыс барысында түзілетін қалдықтардың мөлшерін азайтуға оң әсер етеді және де қосымша жұмыс орны ретінде осындай оң әсері бар. Осымен баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз болса. Сұрақ қойсам болады, жаңағы төңірегінде ешқандай ғимарат, үй ғимараттары жоқ, төңірегінде 1000 метр, 1000 шаршы метр ешқандай үйіне жоқ. Бұл участке осының алдында 20 жыл бұрыннан бастап жұмыс істеп, қазіргі сол 20 жыл бойы жұмыс істеп жатқан участке жалпы алғанда. Сол себепті айналасында ешқандай жилой зона, дом, үй ондай қарастырылмаған. Бұл промышленный зонада жалпы алғанда сойлдың квадратный территориясында орналасқан. Сұрақтарыңыз болмаса, бізге управление природными ресурсыға сайт e-өтініш арқылы сұрақ келген болатын. Соны оқып шықсам. Өтініш жазушы Өтебай Сағи Қадырұлынан келіп түскен 8 желтоқсан күні. Өтініш орыс тілінде, қарсы болмасаңыздар орыс тілінде оқып шықсам. Согласно объявлению, ТОВ «Экосервис» планирует 10.12.2025 года проведение общественных слушаний по нормированной документации НТВ, КУП, ППН, участок переработки отходов и РОС по рабочему проекту модернизации участка временного хранения и утилизации нефтеотходов на 175 километре автотрассы Лазардак-Никольник с расширением перечня видов отходов, принимаемых на переработку для получения экологического разрешения.
В этой связи прошу включить в сводную таблицу протокола общественных слушаний ниже следующее. В заключении об сфере охвата оценки воздействия на окружающую среду от 30.10.2025 года номер КЗ-04-VWF-00451039 отмечено, что проект подлежит экологической оценке Департаментом экологии и проект необходимо направить согласно статье 72 Кодекса по нормам пункт 5 статьи 73 Экологического кодекса. Инициатор обязан предоставить общественности по ее запросу копии заявлений о намечаемой деятельности, протокола подготовленного в соответствии с пунктом 10 статьи 68 настоящего кодекса. Заключение о результатах скрининга воздействия намечаемой деятельности в случае его проведения. Заключение о сфере охвата оценки воздействия на окружающую среду и проекта отчета о возможных воздействиях в электронном формате. Так, ввиду отсутствия состава материалов, прошу представить копию заключения на проект отчета о возможных воздействиях. Осымен обращение бітті. Осы обращение сұрақ ретінде ТО экосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 29 қыркүйек күні қоршаған ортаны қорғауға сфера охвата оценки воздействия на окружающую среду бойынша заявка жіберіп, оны 10 қазан күні алған болатын заключениясын. Қазіргі таңда қарастырылып отқан осы сұрақ бойынша қарастырылып отқан барлық документтер осы протоколмен бірге қосылып порталға жүктелетін болады. Департамент управления сұрақтар бар екен. Сұрақ бар, жаңағы заключение АВОС бойынша, он допускается к реализации болып тұр ма? Заключение АВОС емес, бізде қазір заключение скрининг бар, заключение АВОС енді шығады. Заключение АВОС енді шыға ма? Иә. Кім қарап отыр оған? Комитет. Сол қорытынды керек бізге. Я проектное разрешение алуға жіберместен бұрын осы заключение сфера охвата, отчет о возможности воздействия біз бірге салатын боламыз. Соны алғаннан кейін барып салатын боламыз. Өтебай тағайында сұрап тұрған сұрағында сол ғой, сфера охватының қорытындысы керек деп. Сіз 10 октябрьде қай қорытынды алып қойдық деп айтамыз? Біз 10 октябрь күні скринингтің заключениясын алдық. Содан кейін біз комитетке отчет о возможности воздействия отчет жіберген болатынбыз. Бүгін ертең уже отчеттың шығатын күні. Алло. АВОС деп айтылған ба? Иә. АВОС деп айтылған, АВОС бойынша общественный слушание өткізіп, сводный таблицасын біз алдық, приложение запроспен, сол бойынша жауап жіберілген болатын. Отчет бойынша осы бүгін ертең күні уже қорытындысы шығу керек. Енді жаңа жұмыс жобасы бар екен, модернизациямен не қосылып жатыр, қандай жаңғырту болып жатыр ол учаскеге? Модернизацияның жалпы негізгі мақсаты бұл келіп түсетін қалдықтардың түрлерін көбейту болып табылады. Яғни қосымша тағы да производственный отходтар. Ол ластанған май шүберектер, отработанный масла, аккумуляторлар, отработанный және де трансформаторлар, электрооборудование, загрязненные химреагентами металлическая тара, пластиковая тара және де срок өтісі өткен химреагенттер болды. Енді трансформаторда не істейсіздер сонда? Трансформаторлар қазіргі таңда осы комитетпен сөйлесу барысында және де департамент управления отходами при министерстве экологии мекемелерімен сөйлесу барысында қазіргі таңда осы келіп түсетін трансформаторларды жуып шайылып, содан кейін трансформатор как металлолом ретінде өзі басқа екінші ресурс ретінде қолданылатын болады, ал соның бойында болған барлық сұйықтықтардың барлығы жинақталып басқа организация өңдеуге жіберілетін болады. Соңғы мәліметтер бойынша
министерствоның қолдауымен қазіргі таңда осы завод ашылғалы отыр екен. Сол заводта ұзақ сақтауға рұқсатнамасы бар екен. Сол бойынша қазіргі таңда осы экосервис мекемесімен сол заводпен договор жасалып, ары қаратай соларға хранениеға, утилизацияға жіберілетін болады. Ол завод қайда? Қай қалада? Ол завод Степногорскте екен. Ой, қайда жібересіздер сонда? Осы трансформаторлардың бойында шыққан сұйықтықтардың барлығы, яғни стойко органическое загрязнение болса, солардың барлығы соларға жіберілетін болады. Сонда трансформаторды жаңа кімнен аласыздар трансформаторды? Қаяқтан аласыз ба? Трансформаторды договормен байланысты қандай организация береді, содан алатын болады. Ол енді экосервис неше километр Қызылордадан? Қызылордадан 175 километр Қызылорда Күнкөл трассасының бойында орналасқан. Ол трансформатор қаланың ішіндегі мекемелер алып бере ме, или месторождениедегі мекемелер? Оны енді ол договорға байланысты болатын болады. Тендер, енді қазіргі таңда барлығы тендер арқылы жұмыс істейді, ол сол себепті тендерде қайсысы берілетін болады соған. Оснащениесі бар ма экосервистің оны утилизация жасауға, обеззараживание жасауға 300 тонна трансформатор деп қойыпсыздар. Трансформаторлар Объемда қаяқтан алдыңыздар оларды? по предварительным данным анализ жүргізу барысында 300 тонна трансформатор келуі мүмкін. Сол себепті ол 300 тонна трансформатор, әр трансформатор 3 пен 12 килограмм, 12 тонна аралықта өлшемде болады. Сол себепті жалпы алғанда енді көлеммен санайтын болсақ, бір 70-90 трансформатор келіп түсетін болады жылына. Яғни осы келіп түскен трансформаторларды қазіргі таңда модернизация барысында ангар қарастырылуда. Осы ангардың құрылысы. Ангар металлический ангар, төрт жағынан жабылған воротасымен, биіктігі 6 метр. Ангардың ішінде бетоннан жабдықталған платформа болады, яғни как подиум. Айналасында оның дренажный емкость лотогы бар. Сол келіп түскен кранмен немен көтерілген ақты трансформаторды сол неге қоятын болады, платформаға. Содан кейін ол түскен платформада трансформатордың бойында сұйықтық болса, соны бірінші төгіліп, төгілгеннен кейін лотокпен барлығы немен жабдықталған, бетонированный, геомембран, геотексиль төселген площадка. Содан кейін оны алып, уақытша сақтап, басқа жерге жіберетін болады. Ал трансформатордың өзін тазартушы немен, парогенератормен, керхер арқылы, және де тазартушы заттармен тазартып, ары қаратай жіберетін болады. Ангардан басқа не салыватсыздар? Ангар, содан кейін контейнер, екі контейнер орналасатын болады. Жаңа очистка тары. Ол очистка тарыға келіп түсетін контейнердің ішінде біреуінде уақытша электродтарды, аккумуляторларды уақытша сақтайтын болады, ал екіншісінде жаңа металлический пластиковый тараларды өңдеп, тазартып, жуып, соны бачкадафпен басып, шредер болса соны кесіп, ары қаратай. Өйткені ашық площадкада емес, күн енді бізде ыстық, салқын климатический нелерге, особенностьтерге байланысты жабық жылы орында отырып адамдар жұмыс істеу үшін контейнер қондырылады. Контейнер вентиляциямен және отоплениемен, освещениемен жабдықталған. Мен экопорталдан рабочий проектті қарап отырмын да. Надо источник берген. Флотационные, земляные работы флотационной фабрики дегенде. Земляные работы. Ондай қалдық жоқ, осы технический не шығар, бірақ ондай не жоқ. Источник ретінде көрсетіп қойыпсыздар, ауаны ластайтын. Флотационная фабрика деген соның түсінбеймін. Бізде жоқ, ондай не жоқ. Қазір ол документті может ішіне бір қатес не істеп кеткен шығар, бір сөзі. Оны қайтадан жөндеп салып жіберейік протоколға. А так әлі сфера охватына қорытындысы жоқ.
жинағаннан кейін барып береміз. Шамай түсінді. Мен қалған жағынан сараптама нәтижесі беріледі, ескертпелер егер бізге түсіп жатқан жағдайда. Басқа сұрағым жоқ. Рахмет. Басқа сұрақтар жоқ болса, бұл қоғамдық тыңдауды өтті деп есептейміз. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймын. Келіп уақыт бөліп қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.